Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Жәннатты сатып алған әйел. Күндердің күнінде бір әйел адам көше кезіп жүреді. Алдынан жұпынды киінген кісіні кездестіреді. Кісі қолына бір ағаштың бұтағын ұстап, жерде шеңбер салып жатады. Оның үсті басын көріп, жаны ашыған әйел оның жанына жақындап, не жасап жатқанын сұрайды. Кісі болса әйелге қарап, мен жерде жәннатты салып, оны бірнеше бөлікке бөліп жатырмын дейді. Бұны естіген әйел таңданып, онда маған сол жәннаттың бір бөлігін сата аласыз ба? Мен оны өзіме алайын. Ақысына қанша берейін дейді. Әлгі кісі болса қуанып, әрине сатылады. Алам десеңіз, бір бөлігі 20 дирхамға сатамын дейді. Әйел болса ойланбастан кісіге 20 дирхаммен қоса жаны ашып қосымша аз-маз тамақты да қосып береді. Осылайша ол әлгі кісінің ештеңесі жоқ, кедей болғанына қарамастан, жоқ бағытты өз қолмен жасап, соған көңілі көншіп отырғанына таңғалады. Әйел бір сәтте адамдар қандай жағдай болмасын, қуаныш пен бақыт өз қолында екенін түсінеді. Үйіне кештетіп барған әйел қатты шаршап жатып демалады. Түсінде ол өзінің жәннаттың бақшасында бақыт кешіп жүргенін көреді. Ертесіне таң атып ол болған жағдайды күйеуіне айтып береді. Мұны естіген отағасы жұмыстың бәрін тастап, кешегі жәннатты сатып жүрген кісінің алдына барады да: кеше сізден менің әйелім жәннатты 20 дирхамға сатып алған екен. Маған да бересіз бе сол жәннатты? Мінекей ала қойыңыз деп 20 дирхам ұсынады. Әлгі кісі болса: жоқ, мен бұдан былай жәннатты ешкімге сатпаймын дейді. Мұныңыз қалай? Кеше ғана менің әйеліме 20 дирхамға сатқан едіңіз ғой дейді. Сонда кісі: расында кеше сенің әйелің жәннатты 20 дирхамға бер деп оның бағасын нақты айтпаған еді. Оның о бастағы алғашқы ниеті жақсы болды. Ол маған жан ашып, көңілімді бір көншіту үшін амал жасады. Мен оған жәннаттың бағасы қанша десем де, ол беруге дайын еді. Ал сен болсаң, жәннатты 20 дирхамға бер деп саудаға салып тұрсың. Ендеше біліп ал, жәннаттың ешқандай құны болмайды. Оған тек жүрегі таза, ниеті түзу адамдар ғана жете алады. Сондықтан сен жәннатқа кіруге асықпас бұрын, алдымен оған өзіңді дайындап, кірлеген жүрегіңді тазартуға тырыс деген екен. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып өзгемен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымға жазылып қолдау білдіріп пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады. Сондай-ақ біздің TikTok'тағы Құран тағылымы деген арнайы парақшамызға жазылыңыздар.